Қайырлы күн. Сізді сабағымда көргеніме қуаныштымын. Қайырлы білім болсын. Осы сабақты бастамас бұрын мен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Гүлсана, 22 жылдық тәжірибесі бар аспаз маманымын. Осы 22 жылдық тәжірибемде мен кафеде, ресторанда, тойханаларда жұмыс жасап көрдім. Бірақ өзім қалаған шекке шықпадым. Осы мастер-класста осы уақытқа дейін алған білімдеріммен, қымбат мастер-класста алған сабақтарыммен және де тәжірибеммен бөлісетін боламын. Және де тәуелсіз аспаз болып, қалай айына 4-5 миллион тауып жүргенімді айтатын боламын. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай 4-5 миллион табудың жолдарын мен сіздерге сызып қойдым. Бірінші, мықты деген маманды тауып алып, сол мықты маманнан білім алуыңыз керек. Мен сияқты. Екінші, үйренген біліміңізді практикада қолдану. Осы үйренген біліміңізді тәжірибеден өткізіп, әдемілеп, жасап, үйреніп, өзіңізге сенімді бола білу. Одан кейін енді өздеріңіз білесіз, сату және сатудың жолдары. Кімге сатамыз, қалай сатамыз? Айналаңызда туған туысқандарыңыз бар, немесе WhatsApp бар. Сол WhatsAppқа жіберіп, өзіңіздің осындай аспаздық мамандығын оқығаныңызды, қандай тамақтар, қандай дәмді заттарды жасап жүргендеріңізді сол өзіңіздің чаттарыңызға, таныстарыңызға жіберіп отырсаңыздар болады. Бірінші. Екінші, одан кейін өздеріңіз білесіздер, қазір Instagram, TikTok дамып кеткен жағдай. Сондықтан сол Instagramда және TikTokта айтып, өзіңізді ары қарай дамыта бересіз. YouTube'да мысалға жаңа өзіңіздің тамағыңызды YouTube'да да көрсетіп, сол жерде шығарып отырсаңыз, мысалға мен шығармасам, сіз шығарып отырсаңыз, оларға басқа көріп отырған адамдарға өте ыңғайлы болады. Өйткені басқалар көрсете білмейтін тамақты сіз шығарып отырсаңыз, сізде көрермен, қаралым да көбейеді. Және сатудың ең мықты тағы да жолдары бар, бағанада айтып өткендей. Ол бізде сіз өзіңіздің клиенттеріңізге осы мастер-класстан алған білімдеріңізді минимумды жаңарттым деп өзіңіз хабарлама жіберуіңіз керек болады. Енді сізге қалып тұрғаны авторлық мастер-классыңызды өткізу. Аспаздыққа енді келейін деп жүрген жас мамандарға, аспаздықты енді бастап жатқан аспаздарға үйретуіңізге болады. Енді бізде 5-ші жолы өз командарыңды жасақтап алып, VIP клиенттермен жұмыс жасау. Осының барлығын жасау сізге қиын болып тұр ма? Мен өзім жалғызбын, қалай жасаймын, қолымнан келмейді ғой деп уайымдап отырсың ба? Уайымдама, мен бармын ғой. Осы айда болатын менің мастер-классыма кел. Мен сіздің жекеңізге жазып қойдым. Қай күні, қай уақытта болатын. Ұмытып кетіппін ғой. Осы мастер-класста ешкімде ешқашан болмаған 24-ші жылы хит болатын тағамдар мен салаттардың барлығын сіздер осы мастер-класстан ала аласыздар. Бұдан бөлек шетелден алып келген білімдерімнің барлығын осы мастер-класста беретін боламын. Ал мастер-класста болатын тағамдардың тізімін жекеңе жіберіп қойдым. Ал егерде мастер-классқа, аспаздыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, құны 10 000 теңге тұратын өзімнің консультациямды осы сабақты көргенің үшін сіздерге тегін беруге дайынмын. Ол үшін дайректке консультация деп жаза кетіңіз. Ал қымбаттым, сабақ аяқталды, сабағым көңіліңізден шықты деген ойдамын.